Аумай қалған анасын іздеген Жәнібектің тосыннан әкесі табылды. Журналист Қымбат Досжанның айтуынша, Жәнібектің туған әкесі табылған, алайда оның өмірден өтіп кеткені анықталды. Қазақ радиосындағы Бармысың бауырым хабарының редакциясы бельгиялық қазақ баланың биологиялық ата-анасын іздеу жұмыстарына қатысты мән-жайды мәлім етті. Журналист Қымбат Досжанның айтуынша, Жәнібектің туған әкесі табылған, алайда оның өмірден өтіп кеткені анықталды. Соңғы уақытта біз үнсіз жүргенімізге қарап, ашылған қылмыстық іс тоқтатып тастады деп ойламаңыздар. Зерттеу жұмысы бір сәтке де тоқтаған жоқ. Кеше мен Арқалық қаласының полиция қызметкері Саят Исламовпен бірге Қарағанды қаласына барып келдім. Зерттеу барысында Жәнібектің әкесі болуы мүмкін деген ер адам анықталды. Өкініштісі, ол өмірден өткен болып шықты. Сондықтан марқұмның жақындары мен ет жақын адамдарымен сөйлесу үшін полиция қызметкеріне еріп, өзім арнайы барған едім. Бірақ туыстары сөзімізге, өтінішімізге құлақ аспады. ДНК тестіне қан тапсырудан бас тартты, дейді Қымбат Досжан. Сондай-ақ редакцияға анонимді түрде Жәнібектің туған әкесімен бірге жұмыс істеген азамат хабарласқан. Ол Жәнібектің туған әкесіне аумай қалғанын атап өткен.